Сәлем достар, бүкіл әлемде аспаннан не құламайды десеңші. Бірақ сіз сенбейсіз. Аспаннан нөсерлі жауын ғана жауады деп ойласаңыз, онда дайын болыңыз. Жыбырлаған мыңдаған балықтардың жоғарыдан жауып тұрғанын елестетіп көріңіз. Егер сіз бұл қорқынышты деп ойласаңыз, онда сіз одан да зорға өрмекшілердің төбеден жауғанын естімеген екенсіз. Бұл нағыз қорқынышты түс. Біз аспаннан түскен топ 10 ең оғаш адам сенгісіз нәрселер жайында айтатын боламыз. 10-шы орында құлаған балықтар. Дүние жүзіндегі адамдардың көпшілігі үшін балықтардың аспаннан құлауы мүмкін деген түсініктің өзі оғаш. Дегенмен кейбір елдерде бұл өте жиі кездеседі. Мысалға Мексикада оның ерекше атауы бар, яғни испан тілінен аударғанда балық жаңбыры дегенді білдіреді. Сонда бұндай оғаш құбылыстың себебі неде? Мұның неліктен болатыны туралы бірнеше теориялық болжамдар бар. Ең миға қонымды түсініктеме бұл су ағыны. Шын мәнінде бұл су бетінің үстінде пайда болатын торнадо. Ол су қоймаларының балықтардың барлығын жиып алып, содан кейін жел атмосфералық құйынды құрлыққа қарай апарып, ақырында балықтар жаңбыр болып түседі. Кейбір жерлерде, мысалы Гондураста, жергілікті халық бұл оқиғаны үлкен балық мерекесі деп атап өтеді. Әрине, тегін азық-түлікпен қамтамасыз етілу кімге болса да мереке. 9-шы орында ұшатын бақалар. Балықтар сияқты бақалар да аспаннан құлайды екен. Бақалар туралы ежелгі және қазіргі заманда да көптеген мәліметтер бар. 2005 жылы Сербияда найзағай кезінде мыңдаған кішкентай бақалар аспаннан жауыпты. Ең таңғаларлығы серб бақалары құлаудан аман қалды және қонғаннан кейін секіріп кете барған дейді. 8-ші орында қан ба әлде жоқ па? 2014 жылы Испанияның солтүстік батысындағы Самора қаласының тұрғындары таңғаларлық көріністен оянды. Түнде олардың ұйқылы қаласында қанды жаңбыр жауып, оны қорқынышты қызыл түске бояйды. Замора тұрғындары не болғанын бірден болжай бастайды. Олар шайтанның ұлының қайта тірілген және онымен бірге қарғысқа ұшырағандарын, қанды апокалиптикалық жаңбырдың әкелінгенін білді. Жоқ, күте тұрыңыз, бұл ешқашан болған емес. Жай бостан босқа айтылған, үрей тудырған екен. Сөйтсе бұл балдырлар екен. Шын мәнінде бұл еш зияны жоқ балдырлар болып шықты. Қарастырылып отырған микробио балдырлардың Испанияда табиғи түрде пайда болған жоқ дейді. Олар найзағайдың әсерінен қызыл түске боялыпты. Содан кейін қала ұйықтап жатқанда бұлт өзінің барлық жалған қанды жауынын Замораға төгіп, қала қанға боялғандай әсер қалдырған дейді. 7-ші орында аспаннан кәмпит жауыпты дейді. 1987 жылы Калифорнияның Лейк округінде кәмпит 2 рет жауғанда жергілікті тұрғындар Вилли Вонгтың шоколад фабрикасында өмір сүрудің қандай болатынын өз көзімен көрді. Кристалданған қанттың аспаннан жерге түсуі өте ерекше және қызық құбылыс деп санайды. Ал мен не айта аламын? Оның қалай пайда болғаны белгісіз. Бірақ Гондурас тұрғындары балық жаңбырын мерекелеген сияқты, Лейк округінің тұрғындары да кәмпит жаңбырынан кейін сироп жасап, тәтті дәммен тойлаған дейді. 6-шы орында жұмбақ жауған еттер. 1876 жылы 3 наурызда ақштың Кентукки штатында Бот округіндегі егістікке жұмбақ ет толассыз жауып, егістік еттің астында қалған дейді. Белгілі болғанда Кентуккидегі ет жаңбыры бірнеше минутқа созылып, көпшілікті әсіресе оған куә болған 2 адам таң қалдырды. 2 жігіт жұмбақ ет қой еті ме, әлде бұғы еті ме деп, ал екіншісі тіпті аюдың еті деді. Ешкім де жігіттен аю етінің қандай екенін қайдан білесін деп сұрамаған. Кейінірек сарапшылар бұл жаңбырдың кейін етті желеге айналған цинобактериялардың бірі болуы мүмкін дейді. Ал кейбіреулері қоюланған бактериялар болуы да мүмкін деген болжам айтады. Біз оның неден және қалай пайда болғанын білмесек те, Кентуккиде ет жаңбырын болғанын ешқашан ұмытпаймыз. 5-ші орында өрмекшілердің ұшуы. Бұл 2019 жылы Бразилияда болды дейді. Бұл құбылыстың себебі шын мәнінде қызықты. Ұзақ жол жүруді қалайтын өрмекші балапандары ағаштарға өрмелеп өздері үшін шағын жібек парашют тоқиды.
және олар кішкентай және салмағы жоқ. Жібектер өздерінің жеңіл болғандықтан өтіп бара жатқан жел оларды көтеріп жана үйлеріне ұшырып жібереді. Сондықтан аспаннан құлаған өрмекшілерді көрсеңіз, олардың жана үйіне ұшып бара жатқанын білетін боласыз. 4-ші орында аспаннан құлаған гольф топтары. Бұл ақш-тың Флорида штатындағы Пунта Горда қаласында 1969 жыл гольф топтары аспаннан құлаған дейді. Оқиғаның өзі бір түрлі болды, бірақ оның да одан да оғаш өткен жергілікті гольф алаңдарының ешқайсында ұрланған немесе жоғалған топтар туралы хабарлама бермеген. Оған не себеп болған туралы ең жақсы болжам сіз болжағандай торнадо. Гольф алаңындағы тоғанның үстіндегі су ағынын көтеріп алып, аспаннан жерге түсіргенде. 3-ші орында аспаннан ақша жауыпты. Жұмбақ ет, өрмекшілер, балықтар және бақалармен салыстырғанда бұл жаңбыр бұрын соңды болмаған ең жақсы жауын болуы керек. Және бұл бірнеше рет болыпты. 2015 жылы Кувейт астанасы Әл-Кувейтте бірнеше минут ішінде аспаннан 2-3 миллион Біріккен Араб Әмірлігінің дирхемі шамамен 544-817 мың ақш доллары түсіпті. Адамдар көліктерін тоқтатып, олардан жүгіріп шығып, казиноның сәтсіз тонауы туралы фильм түсіргендей қолдарынан келгенше жинай бастапты. Ал 2017 жылы Индианаполистегі электрик өзі жұмыс істейтін ғимараттың төбесінен $200 ұшып кеткенін байқаған. Бұл екі жағдайда да ақшаның қайдан келгенін анықтау мүмкін болмапты. 2-ші орында аспаннан жауған жарғанаттар. 2018 жылы қаңтарда Pandora's Box'тың жер нұсқасы Австралияда әлемге қайнатылған жарғанаттардың жаңбырын сыйлайды. Жарғанаттармен күресуде Кэмпбелтаун тұрғындарына ауа райының қатты ыстық температурасы көмектескен. Бұл жарғанаттарды қатты қызудан соң ағаштардан құлауына себеп болды. Кэмпбелтаунда қайнаған ыстықтан жаңбыр болып, бұл аймаққа жерге құлаған 200-ден астам өлі жарғанаттар табылған. 1-ші орында ғарыш қоқыстарының құлауы. Көптеген жасанды қоқыс ғарыштан жерге түседі. Оның орбитасынан түсіп, планетамыздың гравитациялық тартылуына қарай құлайды. Көбінесе ғарышты қоқыс жер атмосферасына енген кезде кішкентай фрагменттерге ыдырайтындықтан ол әдетте адамдарға қауіп төндірмейді. Алайда 2018 жылы наурыз айында Қытайдың прототипті Tiangong 1 ғарыш кемесі жер атмосферасына басқарылатын қайта ену кезінде Тынық мұхитына құлап, сенсация тудырды. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпа.